Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз А деңгейінің есептіктерін жалғастыратын боламыз. 9-да 3-ші есептің біріншісін қарастырайық. С8-ден 4 плюс С8-ден 3 тең болады С9-дан 4-ке екен. Осыны бізге дәлелдеу керек. Яғни формула ретінде ашатын болсақ, 8 факториал бөлінген 4-тің факториалы, 8-ден 4 болсақ 4-тің факториалы плюс 8-дің факториалы 3-тің факториалы, 8-ден 3 алсақ 5-тің факториалы тең болады 9-дың факториалы бөлінген 4 факториал, 9-дан 4 алсақ 5-тің факториалы. Енді осыларды есептейік. 4-тің факториалы ретінде 8-ді жазайық. 4 факториал 5, 6, 7, 8 бөлінген 4-тің факториалы. 4-тің факториалы біз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 деп жазамыз. 8-дің факториалын 5 ретінде жазатын болсақ, 5-тің факториалы көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8. 3-тің факториалы бізде 6-ға тең. Көбейту 5-тің факториалы тең болады. 9-дың факториалын 5 арқылы жазатын болсақ, 5 факториал 6 көбейту 7 көбейту 8 көбейту 9 бөлінген 4-тің факториалын біз 1, 2, 3, 4 ретінде жазамыз. Және 5-тің факториалы. Факториалдардың барлығы қысқарады. Енді таңдаумен жасасақ, 2 мен 3 ол бізде 6-ға тең. Ол мына алымдағы 6-мен қысқарып кетеді. 4 пен 8-ді қысқартсақ 2 қалады. Сонда 5 көбейту 7 көбейту 2 қалды. Плюс 6 мен 6 қысқарады. 7 көбейту 8 тең болады. 2 мен 3 бізде 6-ға тең. Алымдағы 6 мен қысқарып кетеді. 4 пен 8 қысқартсақ 2 қалады. Сонда алымда 7 көбейту 2 көбейту 9 қалды. 5-ті 7-ге көтсек 35, 12-ге көтсек 70. 7-ні 8-ге көтсек 56. Бұл тең болады 14 көбейту 9. 7-ге 2-ні көтсек бізде 14. 70-ге 56-ны қоссақ 126. 9-ды 14-ге көтсек 126. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Яғни дұрыс. Жауабы дұрыс болады. Келесі С8-ден 4 С8-ден 4 плюс С8-ден 3 плюс С9-дан 5 тең С10-нан 5. Осыны шығаратын болсақ, 8 факториал бөлінген 4 факториал, 8-ден 4 болсақ 4 факториал плюс 8 факториал бөлінген 3 факториал, 8-ден 3 алсақ 5 факториал плюс 9 факториал 5 факториал, 9-дан 5 алсақ 4 факториал тең болады 10 факториал бөлінген 5 факториал, 10-дан 5 алсақ 5 факториал. Жаңағыдай шығаратын болсақ, бізде 4-тің факториалы көбейту 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейтілген 8. 4 факториал. 4 факториалын біз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 деп жазамыз. Плюс 8 факториал бізде 5 факториал көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8 бөлінген 3-тің факториалы бізде 1 көбейту 2 көбейту 3. 5-тің факториалы. Қосу 9-дың факториалын 5 факториал 6, 7, 8, 9 деп жазамыз. Бөлінген 5 факториал 4-тің факториалын 4 көбейту 3 көбейту 2 көбейту 1. 10-ды жазатын болсақ, 5 факториал 6, 7, 8, 9, 10 бөлінген 5-тің факториалы. Ал 5-тің факториалымыз 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 деп жазамыз. Факториалдар қысқарады. Бізде мына екеуі бізде 6-ны береді. Бұл мына 6-мен қысқарады. 4 пен 8 қысқартса 2 қалады. Сонда 5 көбейту 7 көбейту 2 қалды. Плюс 2 мен 3 бізде 6-ға тең. Мына 6-мен қысқарады. 7 көбейту 8 қалды. Плюс 6 мен мына тұрған 3-еуі қысқартылады. Яғни 3 көбейту 2 ол 6-ға тең. 4 пен 8 қысқарады. 2 қалады. 7 көбейту 2 көбейту 9. Теңдіктің ар жағында бізде осы үшеуінің көбейтіндісі 6-ға тең, ол мына 6-мен қысқарады. 4 пен 8 қысқартсақ 2 қалады. 5 пен 10-ды қысқартсақ 2 қалады. Сонда 7 көбейтілген 2 2-ні көбейтсек 4 көбейтілген 9. 70 плюс 56, 7-ні 2-ге көбейтсек 14, 19-ға көбейтсек 126 тең
7-ні 4-ке бөлсек 28, 19-ға бөлсек деп жазамыз. 70-ке 56-ны қоссақ 126, оған 126-ны қоссақ бізде 222. Ал 28-ді 9-ға бөлсек 252. Тепе-теңдік дәлелденді. Үшінші есеп бізде С6-дан 0 плюс С6-дан 1 плюс С6-дан 2. Енді қос нүктелер тұрғандықтан оларда да осылай жалғаса береді. Реттілік 6-дан 4, 6-дан 5, 6-дан 6. Осы 64-ке тең екен. 6-дан 0 дегенді біз жазамыз 6 факториал бөлінген 0 факториал, 6-дан 0 жазсақ 6 факториал. 6 факториал, 1 факториал, 6-дан 1 жазсақ 5 факториал. Плюс 6 факториал, 2 факториал, 6-дан 2 жазсақ 4 факториал. Плюс 6 факториал бөлінген 3 факториал, 6-дан 3 жазсақ 3 факториал. Плюс 6 факториал, 2 факториал, 6-дан 2 алсақ 4 факториал. Плюс 6 факториал бөлінген 5 факториал и 1 факториал. Плюс 6 факториал, 0 факториал, 6 факториал. Осы тең 64-ке. 6 факториалда қысқарады. 0-дің факториалы 1-ге тең, 1-ді 1-ге бөлсек бізде 1. 6 факториалды 5 факториалға бөлсек бізде 6 шығады. 6. Бұларда енді қысқарту жасаймыз. 6 факториалды 4 факториалды жазамыз. 5 көбейту 6. Бөлінген 2 факториал деген ол 2-ге тең, 4 факториал. Плюс 6 факториалын 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 жазамыз. Факториал 3 факториалы бізде 6-ға тең. Плюс бұл жерде жаңағыдай тура мынау қайталанады. 4 факториал 5, 6 бөлінген 2 көбейту 4 факториал. 6 мен 5 факториалынан 6 қалады. Мына жерде 2 қысқарады да 1 қалады. Бұл тең 64-ке. 1-ге 6-ны қоссақ 7. 4 факториалдан 4 факториал қысқарады. 2 мен 6 қысқарады. 3 қалады. 5-ті 3-ке көбейтсек 15. 3 факториалда қысқарады. 6 мен 6 қысқарады. 4-ті 5-ке көбейтсек 20. 4 факториал қысқарады. 2 мен 6 қысқарады. 3. 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Плюс 6-ға 1-ді қоссақ 7. Тең 64. Теңдіктің мына жағын барлығын қосатын болсақ бізде 64 шығады. Яғни теңдіктің екінші жағымен теңесті. Бізде тепе-теңдік дәлелденді. Жалпы бүгінге осы. Сау болыңыздар.